бұл деген КМБ, жаңағы сіздің атап кеткендеріңіздің бәрі, бұл авторитеттік режимнің салдары. Біз көп уақытлы авторитеттік режимнің салдары болды. Бізде репрессия да болды, бізде көптеген қуғын, енді 37 жылдан бастап да, ол енді үлкен жастағы адамдар неліктен көпшілік осы мына пенсионерлер осығанда нетіп жатыр, шалдығып жатыр, өйткені ол кісілер сол уақыттағы өмір сүрген, сол қорқыныш, сол үрей, сол авторитеттік режимнің салдары бұл. Өйткені мысалға байсалды орган егер хабарласса, КМБ ол байсалды орган деп есептеледі, демек ол шатаспайды, демек ол рас деген сөз. Көрдіңіз бе? Сол себептен әрине именно қазір жастар оған қарағанда біз басқашамыз, солай ғой. Бірақ нағыз құқық қорғау органдары ешқашан телефонмен хабарласып, сізді қорғаймын, осындай болып жатыр дегенді жасамайды. Соны айыра бөлу керек та біздің тыңдармандар. Әсіресе үлкен жастағы адамдарға айтқым келетін осы жерде.